Сәлеметсіздер ме достар? Егер шайды сүтпен ішетін болсаңыз, осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Себебі сүт қосылған шай адамның денсаулығына зиян дейді ғалымдар. Шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс? Оның пайдалы және зияны тұсы қандай? Британдық ғалымдардың зерттеуіне жүгінетін болсақ, шын мәнінде сүт шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-25%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз, сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығы едәуір жақсара түседі деген сөз. Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлде қайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді. Бұл заттар арқылы қан тамырларының кеңею процесі жүзеге асады, ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де сүт қосылған шайдың құрамында адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады екен. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар. Сүтті шай адам ағзасына қиын сіңеді. Сондай-ақ шай мен сүт бір-бірінің пайдалы қасиеттерін жойып жіберетін көрінеді. Сондықтан да оларды бөлек ішкен абзал. Және де сүт қатқан шай ер адамға қарағанда әйел адамға көбірек зиян болып шықты. Ұлыбритания ғалымдары сүтті шайдың зиянын анықтап, бірнеше зерттеу жүргізіп, сүт қосылған шай ас қорыту жүйесіне, асқазан ішек жолдарының жұмысына кері әсерін тигізетінін дәлелдеді. Сүтпен шайды араластырып ішкенді ұнататындар асқазан ішек жолдары ауруларына жиі шалдығады. Одан кейін нефролог мамандарға жиі қаралады, себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына келеді дейді мамандар. Бұл жағдайда берілген бірақ ұсыныс сүт пен шайды бөлек-бөлек ішу керек дейді ғалымдар. Сүт пен шайды азырақ ішіп, денсаулығымызды күтіп жүрейік. Достар, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта менің каналымнан пайдалы кеңестер мен қарапайым маскаларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Мақпал. Сау болыңыздар.